адам баласының мынау миын зерттеген, миының болмысын, миының қыртысын, мидың қаншалықты нәрсені сыйдыра алатындығын зерттеген медицина ғалымдар айтады, егер де адам баласының басына ой келетін болса дейді, яғни мысалы арман делік, арманды да ол адам баласы көтере алатын болғандығы себепті Құдай тағала оның басына берді дейді. Яғни орындалмайтын арманды Құдай тағала адамның басына салмайды дейді. Қараңыз, неге десеңіз, адам баласы сол нәрсені алып шығады екен. Яғни бойындағы күш қуат, жігер, білімі, ықыласы егер де сол арманына қарай жұмыс істейтін болса, сол арманы орындалады екен. Өйткені адамның баласы орындалмайтын арманды миында тасымайды дейді. Демек, басына түсіп тұрған, ойына келіп тұрған арманды да адам баласы егер қадам жасайтын болса, жасап шығара алады екен. Мысалға айталық, біздің ақылымызға салса, аяқ қолы жоқ адам суға жүзе алмайды, я болмаса жүре алмайды. Бірақ Американың Ник Вуйчич деген жаңағы миллиардерін білесіздер, оның аяғы жоқ, қолы жоқ. Бірақ ол соншама байлыққа жетті, миллиардер атанды. Оның аяғы жоқ, қолы жоқ, бассейнге жүзген кезде аяғы бар, қолы бар адамдардан да артық жүзе алады. Неге? Аяғы бар, қолы бар адамдар суға батып кетіп жатыр. Аяғы бар, қолы бар, ақылы сау адамдар байлыққа жете алмай жатыр. Демек, біз өзімізге зұлымдық қылып жатқан адам екенбіз. Қараңыз, өзімізге зұлымдық қылып жатқан адам екенбіз. Біз сондай бойымыздағы сондай болмыстың қадір қасиетін біле алмайды екенбіз. Бір арманды армандаймыз да қолымызды сілтеп қоя саламыз, оған қалай мен жетем деген секілді. Демек, аяқ қол, Құдай тағала сіз бенен бізге аяқ қол бермесе де, сылтау айтуға біздің неміз жоқ екен, құқығымыз жоқ. Өйткені көзіміз көріп жатыр, аяғы жоқ, қолы жоқ адам сондай байлыққа жетіп жатыр, аяғы жоқ, қолы жоқ адам сондай адам, аяқ қолы сау адам істей алмайтын мақсаттарға жетіп жатыр. Өзіміздің ислам әлемінде де көзі көр қарылар бар. Туа біте көр болған, 30 пара Құранды, 114 сүрені жаттап алған. Бірақ көзі ашық қаншама жігіттер жүр, қаншама қыздар жүр, Құранды жаттай алмай. Демек, Құдай тағаланың құзырында сізбенен біз ешқашан сылтау айта алмайды екенбіз. Сол себепті Аллах тағала пенде өздеріне зұлымдық қылушы деген сол. Сен кедейсің ба? Кедейшілігің өзіңден. Сен жалқаусың ба? Жалқаушылығың өзіңден. Ешқашан біз Құдайдың тарапына сылтау айтпауымыз керек екен. Ал енді не істемек керек? Демек, армандадық па бір нәрсені? Мақсатты алдыға қойдық па? Соған қарай қадам жасасаң, Құдай тағала сол арманға жеткізеді. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, біз жалқаулықты қояйық. Армандап, сол арманымызға қарай жұмыс істейтін болсақ, Аллах тағала арманымызға жеткізеді екен. Демек, біздің жете алмайтын арманды адам баласының миына Құдай тағалаға салмайды екен. Жете алатын арманды, сен ойлап тұрған арман, сен жете алатын нәрсе. Неге десеңіз, қарапайым мысал, сол арманды, бүкіл идеяны, бүкіл ақылды адамның миы сыйғызады. Ал миды кім көтеріп тұр? Адам көтеріп тұр. Демек, сенің басыңда тұрған, миыңда тұрған арманды сен көтеріп жүрсең, ол жетістікке де сен жете алады екенсің. Аллах тағала иншалла баршамыздың сондай жетістікке жетуімізді нәсіп етсін.